Ұлпан атты кітабы бар. Шығарманың бас кейіпкері Ұлпан. Ол шын мәнінде болған тарихи тұлға. Романның екінші бас кейіпкері Есенейден 40 жасқа кіші бола тұрып, атын шығарған ұлы тұлға қайраткер жан. Ұлпанның осы бекзаттылығын бағалай білген Есеней атын қиып қана қоймай, ақнар деп те атаған. Ұлпан Есенейден өзін жоғары қоймаған, артық сезінбеген. Осындай әйел ана бейнесін сондай білген Ғабит Мүсіреповтің көркемдік шығармашылық шеберлігін айтпасқа болмас. Ғабит Мүсірепов өте талантты кісі. Сол үшін де кітаптары бойынша қазақ әйелдеріне тән қасиеттерін сондай білген. Мен сені түсінді деген ойдамын. Мен Тойлыбай Ағарке, Шымкент қаласы номер 90-шы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясының 9-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі менің бұқтырилерім Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романы жайлы болмақ. Асыл сөздергері Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романы қазақ әйелінің өмірін суреттеген, әйел, ана, арулар тақырыбына арналған. Леонардо да Винчиге еліктеген қазақтың сөздергері өз қойын дәптеріне менің Джакондам Ұлпан деп жазған екен. Ұлпан, халық даналығынан туған халқының ризық берекесін өз бақытынан артық санаған өте ақылды дана әйел. Керей ішінде Сибан руының биі Есеней мен Ұлпанның қарасында кездеседі. Есеней еркек шора киінген, батыл сөйлескен Ұлпанның қыз екенін байқамайды. Оның қыз екенін Есенейге айтып жүрегіне шоқ түсірген Түрікпен Мүсіреп. Ұлпанның мықтылығы сонда. Ол жаны қаламаса да Есенейге күйеуге сүйуге келіседі. Ұлпан жастық дәуренін елдік мұрат жолына қияды. Есенейдің беделі мен билігін Ұлпан елін алға жетелеу үшін пайдаланады. Ұлпан Есеней ордасын бәйбішесі болғысы келетінін, мен үлкен үйге кіремін де, төрінде отырамын деп кесімін Есенейге өз айтады. Есенейдің көзі тірісінде ақ Ұлпан Бесбол Сибанның қамқор анасына айналады. Ұлпан даму дәрежесі артта қалған елге монша, қыстық үй сияқты жақсылық нышандарын әкеледі. Әйтпесе, қыс бойы күйзде отырған қазақ руларының жас баласы қысқы ызғарды көтере алмай өкпесіне суық тиіп, тез шетінеп кететін. Қазақ әдебиетінде ерекше орны бар. Ғабит Мүсірепов сан санаулы тақырыптардағы қалам тербейді. Оның біреуі «Ананың анасы» атты шығарма. Ғабит Мүсірепов «Ананың анасы». 18 мың ғаламды жаратушы, шексіз мейірім иесі, ең ардақты жан етіп ананы жаратты. Ана бар махаббатын өз баласына арнайтын абзал жан. Дүниедегі барлық тіршілік иесі ана алдында бас иеді, құрметтейді, қадірлейді. Жүрек түкпіріндегі жан тебірентер жылы сөздерін анасына арнайды. Дәл сол секілді Мүсірепов кең көлемді шығарма тақырыбын «Ананың анасы» деп атады. «Ананың анасы» әңгімесі ел арасында кең тараған аңыздан алынған. Әңгіменің бас кейіпкерлері анасы мен қызы, әкесі қайрақ жылқышы, жалпақ балуан, жанай балуан, кейкі батыр. Әңгімеде жалпақ балуан Ергенеттің елінде құлдыққа түскен қалыңдығының кегін қайтару үшін ернектелін шабуға аттануға қамдануымен басталады. Жалғыз қызын күңдіктен қорғап қалу үшін әкесі жалпақ балуанға елді шапқан, малды алған, жылқышының жалғыз қызын қайтесің, батыр еркек десең өзіңді әкет, сорланасы аңырап қалды ғой деп араша сұрайды. 5 жасында бәйгеге тігілген қыздың анасының өз тағдырын қызының қайталамау үшін қарсы келген жаудан қаймықпайды. 40 батырға қасқайып қарсы тұрған ананың бауыр еті, баласын құтқару жолында оған ешкімде, ештеңеде бөгет бола алмайды. 40 батырға қарсы 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің бірі Ғабит Мүсірепов артына мол әдеби мұра қалдырған. Ана тақырыбына арналған әңгімелері қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылған асыл дүниелер. Әйел, ана, арулар тақырыбына арналған Ғабит Мүсіреповтың шығармаларының ішіндегі көркемдісі де, көлемдісі де Ұлпан романы. Өзінің бар ерекшелігімен, көркемдік бітіммен романда көрінетін Ұлпан тек қана жазушының өз шығармашылығы емес, бүкіл қазақ әдебиетіндегі оқшау тұрған әдеби бейне. Туындыда қарапайым қазақ қызының ел анасына айналуына дейінгі оқиғалар баяндалады. Әрбір адам кітапты оқып шыққаннан кейін қазақ болып туылғандығын мақтан тұтып, өмірлік мақсатын айқындай алады. Ер азаматты қадірлеуді, ата-анаға, ел жұртқа қамқор болуды үйрене аласыз.
7000 бетке жуық қолжазба жазу кітапшаларын қалдырған Леонардо да Винчиге еліктеген қазақтың сөз зергері Ғабит Мүсірепов. Оқырманға таныстырар Ғабит Мүсіреповтің Ашынған ана әңгімесі 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысына арналған. Әңгіменің басты идеясы қазақ аналарының сан қилы тағдырын, көрген қиыншылығын, азапты күндерін жеткізу. Жалғыз баласының жасын асырып жазып, майданға қара жұмысқа жібермек болған болыс пен оның қолшоқпары Қарасақалға қапияның пышақ салып түрмеге түсуі, онда 17 ай отырып, ақыры оны большевиктердің түрмеден босатуы баяндалады. Ашынған ана жалғыз ұлын ажалдан арашалап қалу үшін аштыққа көнеді, жалаңаштыққа төзеді, зынданға түседі. Азап атаулының бәрін де көреді, бәріне шыдайды. Ақыр аяғында абақтыдан шыға сала, жан түршігерлік азаптың бәрін ұмытып, жалғызын көру үшін үйіне қарай құстай ұшады. Ана адам баласының ең бір ізгілік қасиетін оятады. Жазушының суреттеуінше қиыншылық пен зорлық-зомбылықты көп көріп, азап шеккен, өмір өзін сондай сіліккен, қазір бұл сондай орасан күшті. Енді өмірді өзі сілкуге жарап қалған қайратты ана бейнесі суреттеледі. Ашынған ана қапия, әділетсіз қоғамның қатал айыпкері, дүниеге өмір сыйлаушы, мәңгі сөнбес махаббат көзі. Ғабит Мүсірепов, Ұлпан. Бұл шығарма 19 ғасырдағы қазақ даласында болған тарихи шындықтарға негізделген. Романдағы бас кейіпкер Есеней. Қалың керей уақтың билігін қолына мықтап ұстаған аузы дуалы биі, атақты байы. Ол Шыңғыспен партиялық сайлауда таласса, тең түсетін өткір сөзді, алып денелі, қаранар іспеттес қайраткер. Жасында жауынгер, найзагер батыр да болған. Ол қалың жылқысын өзінің жауынгер досы. Бүгінде аяқ-қолы топ болып қалған Артықбай батырдың жайылымына байқамай қаптата жайып келе жатқанда, оның алдынан ерекше киінген кесек толғалы батырдың қызы Ұлпан қарсы шығып, Есенейді еселі сөзбен жеңіп айып төлетеді. Ұлпан бүгінде аңшы, құсбегі, жылқышы болып ат құлағында ойнап өскен батыр қыз. Есенейдің 2 баласы бір күнде шешектен өлген. Бүгінде 50-ден асып ел ағасы болған еңсегей бойлы Есеней бір балаға зар болып жүріп, өзінен 40 жас кіші қараторы өткір қызға, Ұлпанға ғашық болады. Жазушының ана тақырыбындағы шығармаларының жиынтығы ретінде 1974 жылы Ұлпан романы дүниеге келді. Ұлпан тарихи ел шежіресінің мазмұнына құрылған роман. Романда қазақ ауылының 100 жылдық тұрмысы, әдет-ғұрпы, барымта, қалың мал беріп, қыз айттыру бай мен кедей арасындағы, ел арасындағы жер дауы, жесір дауы кең көлемде сөз болады. Романдағы бас кейіпкер Есеней қалың керей уақтың билігін қолына мықтап ұстаған аузы дуалы би, атақты би болған. Жас кіші қара торы өткір қыз Ұлпанға ғашық болып, Ұлпанды өзіне жар етеді. Есенейге жар болған Ұлпан бір уезелі билік айтушы дүйім елдің үлкен кішісіне басшы ақылгөй болу Ұлпан сияқты дана елдерге ғана тән қасиет. Ондай қайраткер аналар тарихта болған. Романның басты мазмұны тарихи роман. Онда бір ғана керей уаққа қарасты Сибан елінің тыныс-тіршілігін суреттеу арқылы сол заманда 19 ғасырдың шығармада ғасыр бойы мазмұндалды.